Барлықтарыңызға сәлем оқушылар. Өткен сабақта айтқанымдай, бүгінгі 82-ші сабағымызда біз past continuous'тың нақты сұрақтарын өтетін боламыз. 81-ші сабағымызда жалпы біз past continuous'тың сұраулы сөйлемін өткен болатынбыз. Бүгін енді нақты сұрақ қойып үйренетін боламыз. Нақты сұрақтар, балалар, осы уақытқа дейін сабақтарымыздың бәрінде present simple болсын, past simple болсын, future simple болсын, present continuous болсын, past continuous болсын, барлығында нақты сұрақтар ең бірінші айтылады, ең алдында айтылады. Олай болса, балалар, бірінші нақты сұрағымыз, енді past continuous'та балалар ең жиі қолданылатын нақты сұрақтың бірі ол сен не істеп жатыр едің? Сен не істеп жатыр едің? Что ты делал? Орысша айтқан кезде міне осы ең past continuous'та жиі қойылатын сұрақтың бірі. Соны жазайық. Бізде не деген what, What сен, were you doing? Яғни сен қазір не істеп жатырсың деп сұраса, ол present continuous болады, What are you doing деп айтамыз. Сен не істеп жатырсың? Ал past continuous пен айтатын болсақ, сен не істеп жатыр едің? What were you doing? What were you doing? Сен не істеп жатыр едің? When I called you, мен саған звондаған кезде. When I called you. What were you doing when I called you? Енді барлығы түсінікті болды, жалпы нақты сұрақ қалай жазылатын екен, What were you doing when I called you? Немесе ауыстырып жазуға болады. When I called you, what were you doing? Мен саған звондағанда сен не істеп жатыр едің деген сияқты. Олай да сұрақ қоюға болады. Енді ары қарай балалар құрылымын көріп алғаннан кейін ары қарай енді мен айтқан сөйлемді өздерің аударып тырысып көріңдер. Содан кейін менімен бірге салыстырып көресіңдер, Сен не істеп жатыр едің? Ол есікті тоқылдатқан кезде. Немесе ол есікті тоқылдатқан кезде сен не істеп жатыр едің? Сен не істеп жатыр едің? What were you doing? What were you doing? Мен осыны көшіріп алайын. Қазір жиі жазатын боламыз. What were you doing? Сен не істеп жатыр едің? When he knocked. Knock деген балалар тоқылдату. Тоқылдату орысша айтқан кезде стучать болады. What were you doing? Сен не істеп жүрдің? When he knocked, яғни at the door. Яғни ол есікті тоқылдатқан кезде сен не істеп жатыр едің? When he knocked at the door, what were you doing? Келесі сөйлем, үшінші сөйлем. Қоңырау шырылдаған кезде сен не істеп жатыр едің? What were you doing? Қоңырау шырылдаған кезде. When the нақты бір қоңырау, the bell шырылдау, ring шырылдаған кезде өткен шақ rang болады. Ring, rang, rang. What were you doing when the bell rang? Қоңырау шырылдаған кезде сен не істеп жатыр едің? Қоңырау жалпы ол телефонның қоңырау болуы мүмкін, есіктің қоңырау болуы мүмкін, әртүрлі айта береміз. Жалпы көбінесе есіктің қоңырауын айтамыз. Есіктің деп қосқымыз келсе, онда off the door деп айта саламыз қасына. Off the door, есіктің. What were you doing when the bell of the door rang деп айтамыз. Яғни есіктің қоңырауы шырылдаған кезде сен не істеп жатыр едің? Төртінші сөйлем балалар, өздерің аударып көріңдер. Ол сені көрген кезде сен не істеп жатыр едің? Ол сені көрген кезде сен не істеп жатыр едің? What were you doing when she, немесе he, when she көрген кезде? Saw you. Ол сені көрген кезде. What were you doing when she saw you? Оп-оңай, Бесінші сөйлем. What were you doing? Сен не істеп жатыр едің? Ол қайтып келген кезде. Қалай болады ол қайтып келген кезде? When he returned деп айтуға болады, немесе came back деп айтуға болады. Осы жол came back жазайық. What were you doing when he came back? Ол қайтып келген кезде сен не істеп жатыр едің?
Алтыншы сөйлем. What were you doing? Сен не істеп жатыр едің? At 6 o'clock yesterday. Яғни, сен кеше сағат 6-да не істеп жатыр едің? Немесе сен не істеп жатыр едің кеше сағат 6-да? Осылай да қоюға болады. What were you doing at 6 o'clock yesterday? Немесе at 6 o'clock yesterday, what were you doing? Осылай да айтуға болады. Жетінші сөйлем баларым. Ол не істеп жатыр еді деп айтып көрейік. Ол не істеп жатыр еді? Пока олар жұмыс істеп жатқан уақытта, немесе олар жұмыс істеп жатқан уақытта ол не істеп жатыр еді деген сияқты. Тура what, мына жерде уже you емес сен деп аламыз. Сен деппін ғой, ол деп аламыз. Яғни ол болып өзгергеннен кейін мынау were деген to be бізде неге өзгереді? Was-ға өзгереді. What was he doing? Уақытта, while, пока, орысша айтқан кезде, while were they working? Яғни екеуі де past continuous. Біріншісі сұраулы сөйлем, нақты сұраулы сөйлем past continuous, екіншісі болымды сөйлем past continuous. Яғни олар жұмыс істеп жатқан уақытта. Ол бір какой-то определенный бір уақыт өтеді ғой. Яғни қысқа емес, ұзақ қысқа. While were they working? Олар жұмыс істеп жатқан уақытта. What was he doing? Ол не істеп жатыр еді? Сегізінші сөйлем балар. Ол не тыңдап жатыр еді? Осыны аударып көріңіздер. Ол не тыңдап жатыр еді? What was he? Тыңдау бізде listening, What was he listening? Ол не тыңдап жатыр еді? Келесі сұрақ. Олар қайда кетіп бара жатыр еді? Яғни бізде қайда деген бізде were болады. Were they living? Where were they living? Олар қайда кетіп бара жатыр еді? Орысша айтқан кезде куда они уезжали деген сияқты. Where were they living? Тура қазір болып жатқан іс-қимыл болса, олар қазір қайда кетіп бара жатыр деген сияқты. Куда они уезжают деп сұрайтын болсақ, where are they living деп айтатын еді. Өзі уже present-тің to be-ін қолданылады. Am, is, are дегенді қолданылады. Бұл жерде past-тың to be-ін қолдану керек. Олар қайда кетіп бара жатыр еді. Where were they living болады екен. 10-шы сөйлем. Олар қалай жұмыс істеп жатыр еді? Как они работали? Өткен шақта. Қазір сұрайтын болсақ, how are they working деп айтатын еді. How are they working? Өткен шақта олар қалай жұмыс істеп жатыр еді? How were they болады. How were they working? Олар қалай жұмыс істеп жатыр еді? Как они работали деген сияқты. 11-ші сөйлем. Ол қай жерде тұр еді? Где он стоял? Где деген бізде where болады. Яғни ол болғандықтан was болады. Was he тұрды standing. Where was he standing? Ол қай жерде тұрды? Где он стоял? 12-ші сөйлем. Олар ол жерде не үшін тұрды? Почему они стояли там? Олар ол жерде не үшін тұрды? Не үшін деген кезде бізде why деген сұрақ келеді. Why? Олар деген көп болғандықтан бізде көпше түр to be-ді қолданамыз. Why were they standing? Сол жерде там they болады екен. Why were they standing there? Олар ол жерде не үшін тұрды? 13-ші сөйлем. Сен қай жерде жүрдің? Где ты ходил? Where were you walking? Сен қай жерде жүрдің? Немесе сен қай жерде жүрсің деп айтатын болсақ, онда where are you walking деп айтамыз. Сен қай жерде жүрсің? Қазіргі шақ болатын болса. Ол уже present continuous болып кетеді. Так, 14-ші сөйлем. Так,
сендер қай жерде саяхаттадыңдар? Немесе сендер қай жерде саяхаттап жүрдіңдер деген сияқты. Where, яғни сендер деген кезде де ол да не болады? You болады, иә? Сен болсын, сендер болсын, сіз болсын, сіздер болсын, барлығы you мен айтады екенбіз. Where were you? Саяхаттау, traveling. Where were you traveling? Сендер где вы путешествовали? Немесе сендер қай жерде саяхаттап жүрдіңдер? Так, 15-ші сөйлем. Так, ол не үшін жылап жатыр еді? Не үшін деген бізде why болады, е? Why was he? Жылау деген бізде cry. Жылап жатыр еді, crying болады деген. Why was he crying? Ол не үшін жылап жатыр еді? 16-ші сөйлем. Что вы смотрели? Орысша айтқан кезде, иә? Что вы смотрели? Сендер не көріп жатыр едіңдер? Не бізде what were you watching? What were you watching? Сендер не көріп жатыр едіңдер? Так, 17-ші сөйлем. Олар қалай көрініп жүреді? Орысша айтқан кезде балалар, как они выглядели деп айтамыз ғой, иә? Яғни келбеті, түрі қандай еді деген сияқты, яғни көру, look деген бізде бар, иә? Қара деген сияқты, иә? Қара, look at me деп айтамыз, маған қара дегенде. Сондай көріну деген ол look деген мағынаны білдіреді тоже, яғни looking деп айтады екенбіз. Қалай, иә? Олар қалай көрінді? How were they looking? Яғни олар қалай көрініп жүреді? Немесе как они выглядели? Орысша айтқан кезде, орысшасы кішкене түсініктіру, иә? Как они выглядели? Олар қалай көрініп жүреді? How were they looking? Ол не алып кетіп бара жатыр еді? Иә? Қолында ұстап what was he? Бір нәрсені алып кетіп бара жату, ол carry болады, иә? Carrying. What was he carrying? Что он нес? Орысша айтқан кезде, ол не алып кетіп бара жатыр еді? 19-ші сөйлем. Сендер не ойнап жатыр едіңдер? Во что вы играли? Орысша айтқан кезде. What were you? Немесе олар, иә? What were they? Немесе біз. What were we? Деген сияқты. What were you? Ойнау енді оп-оңай, иә? Білесіңдер. Playing. What were you playing? Сендер не ойнап жатыр едіңдер? 20-ші сөйлем, соңғы сөйлем. Сен кіммен сөйлесіп жатыр едің? Я, бізде кім деген ол who болады. Who were you сөйлесу talking. Яғни соңында with бірге деген сияқты. Who were you talking with? Сен кіммен бірге сөйлесіп жатыр едің? Мінекей балалар, осымен past continuous'ты жалпы барлығын бітірдік. Past continuous'ты болымды сөйлемін, болымсыз сөйлемін, сұраулы сөйлемін және нақты сұрақтарын бәрін үйрендік. Енді осы бүгінгі тақырыпты тағы да бір рет қайталап шығайық. What were you doing when I called you? Мен саған звондаған кезде сен не істеп жатыр едің? Немесе керісінше. Сен не істеп жатыр едің мен саған звондаған кезде? What were you doing when he knocked at the door? Ол есікті тоқылдатқан кезде сен не істеп жатыр едің? What were you doing when the bell rang? Қоңырау шырылдаған кезде сен не істеп жатыр едің? What were you doing when she saw you? Ол сені көрген кезде сен не істеп жатыр едің? What were you doing when he came back? Ол қайтып келген кезде сен не істеп жатыр едің? Қайтып келген кезде дегені when he returned деп айтуға болады, иә? 6-шы сөйлем. What were you doing at 6 o'clock yesterday? Кеше сағат 6-да сен не істеп жатыр едің? What was he doing while were they working? Олар жұмыс істеп жатқан уақытта ол не істеп жатыр еді? What was he listening? Ол не тыңдап жатыр еді? Where were they living? Олар қайда кетіп бара жатыр еді? How were they working? Олар қалай жұмыс істеп жатыр еді?
Where was he standing? Ол қай жерде тұр еді? Why were they standing there? Олар не үшін сол жерде тұрды? Немесе тұр еді. Where were you walking? Сен қай жерде жүредің? Where were you traveling? Сендер қай жерде саяхаттап жүредіңдер? Немесе қай жерде саяхаттадыңдар? Why was he crying? Ол не үшін жылап жатыр еді? What were you watching? Сендер немесе сен не көріп жатыр едің? How were they looking? Олар қалай көрініп жүреді? Как они выглядели орысша? What was he carrying? Ол не алып кетіп бара жатты? What were you playing? Сендер не ойнап жаттыңдар? Who were you talking with? Сен кіммен бірге сөйлесіп жатыр едің? Немесе сен кіммен сөйлесіп жатыр едің? Мінекей балалар, осымен 82-ші сабағымыз аяқталды. Түсіндіңдер деген ойдамын. Егер сабақ ұнаса, достарыңмен бөлісіңдер. Түсінбеген жерлеріңді сұраңдар, WhatsApp арқылы сұраңдар, комментарий арқылы сұраңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Олай болса балалар, келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар.